Кене сәлем, мен Павлодар қаласының Марвин дүкенінің консультанты Темірбай Гүлназ боламын. Бүгінгі біздің обзор жасайтын кітабымыз Гүлнар Наурызбай мен Сима Омарқұлованың «Сәлем Алматы» атты жинастырылған 6 жастан бастап балаларға оқуға кеңес берілетін қызықты кітабымыз. Бұның сырты осындай, және де іші тағы бір осындай сырты бар. Мұқабасы өте әдемі жасалған. Мұнда байқап келетін болса, мұқабасында атақты адамдардың аттары жазылған, және олардың кім екендері жазылған. Бұл жерде Мұхтар Әуезов, Мұхаммед Қонаев сияқты біздің алпауыттарымыз бар. Кітаптың жалпы мазмұнына келетін болса, бұл кітаптың ішінде Алматы қаласына толық экскурсия жасалған. Ондағы саябақтар, медеу, шаңғы, тебетін жер, және де тіпті жоғары оқу орындарына шейін кішкене қызықты етіп, балаларды қызықтыратындай етіп жазылған. Маған бұндағысы ұнағаны суреттері, ішінде көбінесе суреттері өте әдемі, көзге ұнамды, және де өте шебер жасалған деуге де болады. Бұл жерде Алматы қаласы негізінен Қазақстанның официалды емес екінші астанасы болып есептелінеді. Көбінесе жастардың қаласы деп те аталады. Жастар, студенттердің қаласы деп. Себебі Алматыда 36 жоғары оқу орны бар. Және де көбінесе студенттер Алматыға оқуға түсіп жатады. Алматыда болып көрмеген адамға бұл гид сияқты жарайды. Негізінен үлкен адамға да, кішкентай балада да, еңбектеген сәбиден еңкейген қартқа шейін деуші ме еді? Солай. Және де өзіме ұнағаны мұндағы суреттердің өте көбі. Суреттер өте көп, еш іш пыстырмайды, тез оқып тастайды, және балаларға алып берсе өте қызықты болады. Мына жерде барлығы көрсетілген. Балаға да үлкенге де оқуға кеңес беретін кітап. Сау болыңыздар.